Сәлем достар, баршаңызға мен сіздермен бүгін асқана әлемінде өте кеңінен қолданылатын аскөк пен ақжелкен шөбінің пайдасы туралы адам ағзасына алып келетін мол үлесі туралы айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Аскөктер адам организміне өте пайдалы, әртүрлі ауруларға емдік қасиеттері бар. Айта кететін болсақ, бауырға, бүйрекке, асқазан ауруларына пайдасы зор екен. Аскөк құрамында темір, калий, фосфор, кальций болады. Аскөктер медицинада өте көп пайдаланылады. Кез келген аскөк жер жүзінен кең тараған өсімдіктің түрі. Әсіресе мына біздің оңтүстік өңірлерде көптеп өсіріледі. Аскөктердің химиялық құрамы әртүрлі элементтерге бай келеді. Әрбір отбасының дастарханын аскөксіз елестету қиын. Аскөк құрамындағы С витамині және В витаминдері, сонымен қатар кальций тұзы, калий, темір, фосфор қышқылдары кездеседі екен. Аскөк қасиеті ананың балаға беретін сүтінің құрамында да болады екен. Ғажап десек те болады достар. Сонымен қатар аскөк адамзат баласына қажетті өсімдіктің бірі. Адамзатты аскөксіз елестету мүмкін емес. Сондықтан аскөк денсаулыққа, тағамға және айта кететін болсақ, тіпті аскөксіз ешқандай тағамға дәм кірмейді деп айтуға да болады. Өйткені біздің ұлан байтақ жерімізде аскөкті кез келген отбасының есік алдынан кездестіруге болады деп айтсам қателеспегенім шығар. Тағы айта кететіні, жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде таптырмайтын құралдың түрі екен. Ары қарай айтатын болсақ, ақжелкенге келетін болсақ, достар, ақжелкен шөп дәрі жасау үшін жапырақ, тұқымы және тамырлары қолданылады екен. Ақжелкенді соғын майдалап, кез келген тамаққа қосып, иіс шығару үшін, қош иіс беру үшін тамақта, кез келген тұздықтарда қолданып жатамыз. Ақжелкеннің зәр шығару жолдарының инфекцияларына, бүйрек тастарына қолданылатынын біле білмейміз. Қуық асты безінің ауруларына және көкбауыр, ол сондай-ақ адамдардың денсаулығына өте мықты пайдасы зор екен. Ақжелкен антиоксиданттардың жоғарғы деңгейіне байланысты иммундық қорғанысқа пайдалы екен. Оның ішінде С дәрумені мен А дәрумені мол кездеседі екен. С дәрумені жергілікті шырышты қабықпен байланысты иммундық жүйеге орналасқан екен. Ішектің сау ортасын сақтауға көмектеседі екен. Тағы айта кететін жайт, ақжелкен құрамында Е дәрумені, С дәрумені, минералды темір тұздары өте көп кездеседі екен. Магний, марганец және калий. А дәрумені В1, В2, В3, В6 дәрумендері, кальций, фосфор және мырыш мөлшері төмен ұсынылатын өте сондай дәрумендерге толы аскөктің ақжелкен шөбі болып саналады екен. Тағы айта кететіні, халық емшілері осы екі шөптің, аскөк пен жаңағы ақжелкеннің емдік қасиеттерін көбісі біле бермейді екен. Ақжелкеннің құрамында темір көп, сондықтан ол темір тапшылығы мен анемиясы бар адамдарға өте көмегін көп тигізеді екен. Ақжелкеннің жапырағынан көктей салат жасалады және бұқтырылған ет тағамдарға тұздық ретінде қосылады. Ақжелкенді косметикада, пигменттік дақтарды, сепкілдерді кетіру үшін медицинада бүйрек, жүрек ауруларына, асқазан, ісік және көздің көру қабілетін сақтау үшін профилактикалық зат ретінде кеңінен пайдаланылады екен. Достар, осы менің мағлұматым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Баршаңызға рахмет.